вот бірдеңке айтқың келеді, бірақ айта алмайсың дейді. Міне сиыр еті. Бірақ енді қантты аямаған бар ғой, аямаған вообще қантты. Қазақстан энергетика сол шай ғой. Айдалада отыр, не отын жоқ, не қасында от жоқ. Шынымды айтайын, мынандай екі кішкентай баночка, екі кішкентай осындай консерва түскі асқа мектеп оқушысына да аздау болады ғой деймін. Ассалаумағалейкум достар, сізбен бірге Puzzle Life арнасы, менің есімім Әділ. Мен Алмас. Али. Міне бүгін барлығы асыға күткен біздің личкамыз тонналап толып кеткен Комментарий толып кеткен. өтініштер жайлы видео түсіреміз. Өткен видеода біз американдық әскери қарулы күштердің тағамына обзор істеген болатынбыз. Енді бүгін уәде бергендей қазақстандық сухпайокқа обзор жасайтын боламыз. Ал енді бастайық. Назар аудар. Қазақстандық сухпайок. Осыны көрермендермен бірге өзімізде асыға күтеміз осы күнді. Американдық сухпайокқа обзор түсірген кезде, ол американдық сухпайок ол бір отырысқа болды. Мынау бір тәулікке арналған сухпайок. Өйткені мына жерде сыртынан оқысақ, қазір сізде көрермендерге де көрінетіндей. Таңғы ас, түскі ас, кешкі ас. Бір күндік тәулік. Бір тәулік. Біріншісі. Бұл қайсысы бұл? Так, мына жерде Сыпа жазылып жазу бар не? Кешкі ас, ужин. Кешкі ас. Кешкі ас. Қазір оны дұрыстап көрсететін боламыз. Қазір шығарып алайық. Келесі бұл жазу. Түскі ас. Түскі ас. Сосын Таңғы ас. қайда жазу? Енді сөзсіз түсініп тұрмын. Түсініп тұрды, бірақ жазу керек. Барлық жерде Қазақстан қарулы күштерінің несі Таңбалар. Мынандай шайды жай ашқаннан кейін көрсетейік сендерге. Қайсысынан бастаймыз? Таңғы астынан бастаймыз? Таңғы астынан бастайық. Таңғы астынан бірінші. Ал енді достар, айтып кетейік, бастамай жатып бізде сізге арнайы келесі выпускта арнайы бір сюрприз бар. Осындай Чупа-чупс деген сусын бар. Енді бұл сусынды кез келген адам ести бермейді, өйткені чупа-чупс біз барлығымыз үйреніп қалғандай, бұл мынандай қатты балмұздақ тәрізді, былай барлығы сорып жүрген зат. Енді оның сусыны бар екен. Міне біз арнайы сіздерге осы сусынды қазір жақындап көрсетейін. Міне арнайы алып қойдық. Ол біздің ерекше сусындар деген топтамамызда болады. Бұдан басқа да біз көптеген сусындарды дайындап қойдық. Ерекше сусындар. Ерекше сусындар. Оларды бұл видео көптеген лайк жинаса, міндетті түрде шығарамыз. Сондықтан мына счетчикті, мына жердегі лайктарды тезірек деп алдыға жылжыта беріңіз. Сонда міндетті түрде бұл сусындар жайлы видеомыз тез арада шығатын болады. Ал енді видео бастай берейік. Енді міне мынау таңғы ас деген несі қағазы жоқ. Бірақ алдындағы екеуінде біреуінде кешкі ас, біреуінде түскі ас жазып тұрды. Екі кешкі ас болмайды ғой. Сол себепті мына жерде таңғы ас деп біз ойлаймыз. Бір ыңғайы, мына жерде консервалар. Былай айтқанда не керек жоқ, ыдыс керек жоқ. Бірақ жылытса жақсы болады. Жылытатын элемент жоқ мына жерде. Алдындағы не болып еді ғой? Американдықтар жылытатын реагент химиялық болды. Бір жақсысы мына жерде галет бар. Анада болған жоқ. Анада айтпақшы галет болған жоқ. Андай бір жаман дәммен, жаман иіспен болған шығар. Ол енді тіпті жаман болды. Галет. Ал кейбір сухпайоктарда не болады? Химический не емес, мынандай спиртовый спиртті таблеткалар дейді. Оны жандырасың, жанында өзінің қыздырып. Бірақ та мына жерде жоқ, өкінішке орай жоқ. Міне таңғы асқа міне каша пшеная дейді, сиырдың етімен. Осындай консерва. Мына жерде рагу көкөністермен, яғни овощной дейді. Бәрінде қарулы күштердің таңбасы тұр. Енді галетіміз біздің галеттің упаковкасы өте жақсы. Кім білмесе, галет деген ол галет ол кептірілген нан сияқты.
сосын повидло. Повидло. Мына повидлоға қарап маған мен өткендегі джемнің есіме келеді. жоқ ол кезде жақсы болды ол джем. Джем өте жақсы болды. Енді мен білмеймін, мына повидло дәрісіндері бар. енді үміттенеміз мына повидло біздің отандығы жақсы болды. Пиала деген шайдың үстіне қарулы күштердің таңбасын кілелеп қойған. Қайда кізіч? Қазір ішінде қарулы күштердің астында пиала деген бар. Міне, көріп тұрмын. 21-ші ғасырда разоблачениесі. Жарайды, енді не істейсің олар? Қарулы күштер олар елімізді қорғайды ғой, олар шайды өндірмейді ғой. Кашадан бастап. Қаншама көп қалып бізде. Ана жыл бірде қант болған жоқ. Болды. Мынандай, осылай бір жартысы мынандай, сонда 6 есе көп болды мына жерде. Қант көп екен. Өйткені қазақтар шай ішуге жақсы көреді. Америка экранның артындағы достар және қасындағы достар қайсыдан бастаймыз? Кашадан бастайық. Иісі жақсы шығып кетті. Иісі жаман емес. Негізі мынаны жылытса жақсы болатын еді негізі. Бірақ енді мүмкіндік болмай тұрғанда жоқ, мүмкіндік бар ғой. жылытып отырамыз. Иә, қазір жылытып отырамыз. Бұны біз 1 минутқа берсең. Енді кашаның барлықтарын білетін шығарсыңдар сонымен іші осындай. бірақ енді бар ғой, былай әділ болады. Осы өйткені біз жылытпай нетсек, өйткені сарбаз, иә, білмеймін, бір ай далада отыр, не отын жоқ, не қасында от жоқ, ыстатын нәрсе жоқ болып осындай суық түрінде жей береді ғой онда. Бізде солай сөйлесек, мен ойымша кішкене әділ болады. Не егер ашып көрсетсек, тар ботқасы дейді. Орысша, яғни пшонка атауы. Білмеймін, мен шынымды айтайын, мына пшонканы етпен әлі бірде жақсы көремін. Ал енді бисмилля дәмін көрейік. Мен пшонканың дәмін мен пшонканың дәмін онша қатты сезіп тұрған жоқпын, күле берме. Пшонканың дәмін онша қатты сезіп тұрған жоқпын, бірақ мен өте дәмді еттің дәмін сезіп тұрмын. қосатын ештеңе жоқ дәмді. Біріншіден аштық, біріншіден дәмді. Алдында олай болған жоқ. Есімде дұрыс болып тұрса. Енді келесіне көшейік рагуға, иә? Түрі деген Мына жерде ішінде міне көкөністер, кәдімгі көкөністер, капуста, сәбіз, бірақ білмеймін сәбіз өте. пияз, соғыс. Мен ойымша жай кәдімгі Күнделікті жейтін тағамдар. Рагу, бірақ етсіз, кәдімгі рагу. ет жетпей жатыр ішіне. Былай ерекшеленетін деп айта алмаймын. Таңғы асқа. Таңғы асқа. Жақсы. Жаман емес, бірақ мынандай асып кететін дәмді ондай жоқ, бірақ кәдімгі рагу. Жаман дәмі жоқ, ана жылдағыдай барлығы жақсы. Таңғы асқа дәл өзі дұрыс арналған нәрсе. Енді галеттерімізді ашайық. галет дегенде кәдімгі печенье. Жоқ, ондай емес, өткендегі сияқты. Өткендегі иісі жаман, бір бұзылып кеткен сырдың иісі болды ана жыл. Енді бұл келесін бірден көрейік. Бұл повидло дейді. Алма повидлосы ма? Алма повидлосы. Алмадан. Джем ба повидло ма? Міне түрі осындай кәдімгі повидло. Повидло өте дәмді. Повидло дәмді. Қазір бәрі жақсы болып отыр, қызыш. Қазір алдындағы сияқты бәрі жақсы келе жатып, резко бұзылып кетпесе жақсы болатын еді. 5-тен 4 беремін ау. Жаман емес, бірақ кішкене ұнамай тұр шынайсы. Менің ойымша, мына таңғы асқа бір энергетик қосу керек еді. Өзін еркаларға энергетиктарды ылғи салады ғой. Бірінші бір энергетик қосса жақсы болады. Мына 3 қанттың орнына нені бір энергетикті қосса. Қазақтардың энергетигі сол шай ғой. Ал енді келесі достар бізде
түскі ас. Міне түскі асымыз. Осыны ашып жіберейік. Тушенка, яғни тұрған сиыр еті дейді. Әкел көрсетейін. Бұл жай сиет, сонда ештеңке. Міне сиыр еті, бұқтырылған сиыр еті дейді. Міне гречка ботқасы. Міне гречка ботқасының бізде жаңа сияқты галет қойдың, қателеспесем. Шай, қант, Галеттер көп екен. Жаңа галеттер жаңа. тағы да көп қант мен. Қант тағы да Иә. Тағы да қант, тағы бір шай. Алты қант болды бізде бір. бір адамға. Мынау бір адамға арналған негізі. Бірақ та шайға салған кезде сала береміз ғой, қасықта болсын. Кейбір кезде. Білмеймін. Менің ойымша бір тәтті бірдеңе салса жақсы болады. Хотя бы бір анандай казахстанский плиткалар болады ғой, кішкентай. Иә. 3 плиткадан. Ана Анандай жоқ па? 3 қант, мына жерде мысалы, білмеймін, 3 қанттың орнына сондай бір плитка салса. Иә, жақсы болады. Бірақ ол менің ойымша ол басқа менюларда бар. Мынау несі номер 2 меню. Мынаны ашып қойып қойыңыз. Галеттің дәмі. Иә, галеттің дәмін бәрі уже және көрдік. Иә. Сізге көрсеттік, біз де көрдік. Мына ашылған галетті бітіре берейік. Сол себептен біз қайсың? Алдымен гречкадан бастайық. Гречкамызды аштық. Менің ойымша ішінде дәл сондай тушенка алдындағына қарағанда. Иісі жақсы. Иә, өйткені ішіндегі еттің иісі дәл сондай. Міне сіздерге көрсетіп жіберейін. Кәдімгі гречка. Менің ойымша сарбазға ең пайдалы тамақ ол осы нелер, крупалар. Алмаз және бізде байқап қалды. Көрсет. Бұл жерден енді осылай кішкене пиала екен тығып тұрса, мына жерден енді Мына жерден көрсетіп тұр, иә. біліп қойды ғой деп енді осы кішкене қойсын. Айтып қойды ғой деп. Жоқ, ол былай ғой, мына егер байқасаңдар, барлық консервалар бірдей. Ол не деген сөз, ол Қазақстанның қарулы күштерінің тапсырысымен жасалған. Иә. Бұл мысалы кейбір Европаның сухпайоктарды ашсақ, Бәрі бір олар әртүрлі, ана өндірушіден, мына өндірушіден, ал бізде сразу қарулы күштер бір тапсырыс береді. Не сондықтан қарасаңыз барлығы бірдей болып тұр. Консервалардың барлығы дәмді, не себептен? Өйткені ішінде жақсы тушенка. Қалғандар пшонка, гречка, барлық кашалары, ботқалары кәдімгі. Жақсы дәмі тек ана тушенкадан келіп тұр. Өте дәмді. Өте жақсы, өте дәмді. енді қанша уақыт болса ішінде жабылып тұрғаннан сіңіп кетті әбден. Иә. Енді кәдімгі гречкадан кішкене асып түсетін сияқты дәмі. Иә, өйткені жақсы тушенкамен ішінде жатып, былай айтқанда маринадталып қалған сияқты болып қалды. Иә, өте жақсы. Тағы да кезекті плюс қойылып жатыр осы кашаға. Ал енді әлі тушенканы ашып жіберсең, кішкене жылыстайық. Мынау енді ана алдындағы бізге ұнаған таза тушенка және көрсеттік қой мынаны көрермендерімізге. Иә, көрсеттім. Сыртында сиыр салып. Қазір енді ашқан кезде тағы бір рет көрсетіп жіберсең болады негізі. Иә. Май шығып тұр. Ой, не ішінде байқасаңыз, ет. Бұл ішіндегі несі? Түбінде жатыр, иә. Бұл холодец сияқты болып қалды. Кішкене араластыру керек. Енді бір ісі сайын жақсырақ болатын сияқты негізінде бір. Бірақ енді біз әділ обзор болу үшін, сол себептен бізге нені суық түрінде. Сен қайта әділ обзор болу үшін деген шошып кетемін, мен айтып жатырмын. Жоқ. Кәдімгі нелерде, дүкендерде сататын тушенка еш айырмашылығы жоқ. Маған қатты ұнады. Тұздылығы бәрі Өте дәмді. Мен өзім тұзды тамақтарды ұнатам. Маған ұнады. Өте жақсы. Алдындағы тағы бір. Ama sen өзің ойында жүрсің қалайсың. Енді не айтам да? Дәмді болса не айтам? Осылай деймін. Басқа не айтам? Өте дәмді тушенка.
Тұзы жақсы. Енді тушенкалардың бәрі сондай болу керек менің ойымша. Иә. Шынымды айтайын, мынандай екі кішкентай баночка, екі кішкентай осындай консерва түскі асқа былай айтқанда сарбазға емес, тіпті мектеп оқушысына да аздау болады ғой деймін. бірақ не 5-ші класста оқитын. және осы Галеттер бар, иә. кішкене Жоқ енді галет деген көп тоймайсың ғой. нан ғой былай айтқанда. Менің ойымша мені түскі асқа сарбазға мына екі консерва аз. Бірақ мүмкін мына жерде мәселе қарын толтыруда емес, мүмкін мәселе калорияда. Өйткені мына жерде тушенка ол таза ет, калорий, белок, мәселе қарынды толтыруда емес, мәселе адам тоқ болып жүруінде. Иә. Шынымен неғұрлым көбірек болса да, Иә. ол соғұрлым тойғанда әсері ұзағырақ болады сияқты. Мүмкін солай. Иә. Мүмкін солай. Мен білмеймін. Бірақ та бір қарағанда алдында сен айтқан дұрыс, мынау кішкене аздау болып Иә, көрінеді. өйткені шынымды айтайын, мынау тоймайсың. былай айтқанда олар жүгіреді, шаршайды. Жоқ, кейбіреулер- күн ыстықта, мысалы, тек күн ыстықта емес, мысалы қыста адам кішкене әл жинау керек, иә, тамақ ішіп. Білмеймін, қыста Жоқ, шын сен айтқаның дұрыс. Иә. Негізі анандай кейбір кезде байқадыңдар ғой, кейбір үлкен болады ғой. Кәдімгі дәу сияқты, мына қол несі консервасын бірге жеп қояды ғой. мені тістің арасына қалып қалды Иә. консерва, шынымды айтайын. Ол біріншіден, екіншіден қасығы жоқ. пышақпен жеп отырсың. Иә, мен Қасығы жоқ, пышағы жоқ. Жарайды, мынаны ашасың, мынаны саусақпен жейсің бе? Үшіншіден не жоқ? Қыздыратын. Міне енді бізде келесі қадам ол әрине логика бойынша кешкі ас. Ең соңғысы. Енді ең жақсысы деп ойлаймын. үміттенеміз әзір. Бірақ та аналар да жаман болған жоқ. Бірақ та одан жақсы болады ойлаймыз. айтқан критикаларымыз орынды деп ойлаймын негізі. Кейбір елдерде мысалы арнайы осындай қораптарда өзі нелер болады емес пе? Не ұнады, қандай не сарбаз өз белгілеп отырады. Британияда. Иә. Британияда оның Кейін жіберіп отырады, оның барлығын. ішінен лист шығарады, ішінен бір парақты шығарады. Сол парақтың ішінде ана барлық ана ненің ирпін сухпайықтың ішіндегі тағамдардың бәрі тізіліп тұрады, тізімі тұрады. Қасында ұнады, ұнамады деген нені белгілерін қоясың. Соның барлығын ескере отырып олар менюді өзгертеді немесе егер мысалы тағамдардың арасында барлық сарбаздарға или сарбаздардың көбіне бір белгілі бір тағам ұнамай қалса, онда олар оны менюдан алып тастайды. Сол. Жоқ, енді ондай зат енді білмеймін енді. Жоқ, артықшылық болып кететін шығар енді. Иә. Бірақ енді хотя бы былай айтқанда кішкене несін үлкейіп жүрсе, иә. бірақ алудың қажеті жоқ мынау. Оның үстінен қосу керек, дұрыс айтасың. Иә. Мөлшерін кішкене үлкейту керек. Бірақ дәмді. Бәрі дәмді. Мынада тушенка өте дәмді. Мен өзім ондай консерваларды онша қатты ұнатпаймын, өйткені көбінде ішінде пияз бар. Пиязды мен қатты жей алмаймын, бірақ енді әрине аш болсаң бәрін жейсің. Аш болсаң ішінде сыртындағы банкісімен бірге жеп қоясың. Сол. Бірақ мынау өте дәмді тушенка. Каша да дәмді. Білмеймін, гречкасы ішіндегі кәдімгі, бірақ ішіндегі ненің етмен қосқан. Білмеймін, қазір бізді қарулы күштің адамдар көріп отыр ма, көріп отырған жоқ. Бірақ та көріп отырсаңыз, сізден бір өтініш әрине. Бұл банкаларды сәл болсын үлкейтсеңіз. Иә. Енді видеомызда жалпы соған обзор ғой, соған арналып отыр. Міне кәдімгі галетта енді. келесі Ашпай қоймыз оны. үшінші Сү басқаша ма мен ойымша? Сү басқаша, бірақ неме ішінде Жазу басқаша. әскери галет Қазақстан Республикасы қарулы күштер тапсырмасы бойынша жасалған. Жоқ, дәл сондай, бірақ та түсі басқаша. Дәл солай не? Бұл немене? Дәл сондай Повидло. Дәл сондай шай не? Бірақ енді үлкен қылып жалып тұр. Қант екеу. Екеу? Анам барлық қант па или кофе? Барлығы қант. Барлығы қант мына жерде. 1 килограмм қант салып қойған ғой деймін. Енді сонда каша. бір ғана не? Достар, қараңыз, бұл күріш ботқасы. Ал достар, сіздің есіңізге тағы бір рет түсіріп кетейік. Міне
осындай ерекше чупа-чупс сусын көргіңіз келсе, міне қараңыз, терлеп, сап-салқын ағып жатыр. Міндетті түрде лайктарыңызды толтырып отырыңыз. Осы видеода көп лайк болса, біз міндетті түрде, мынау жалғыз емес достар. Бізде тек қана чупа-чупс емес. Көптеген сусын. Лайкты басыңыз, пікірлер жазыңыз. Сонда білесіз. Енді бұл топтамымыз жалғаса береді деген ойдамыз достар. Әрдайым көп лайк жинап отырсаңыздар, осылай кезектеп керемет заттар шығып отырады осындай. Ал енді біз кешкі асымызға көшейік. Жалғастыра берейік. Иә. Енді рисовая каша с говядиной дейді. Әйтеуір бәрі. Вот бірдеңке айтқың келеді, бірақ айта алмайсың. Өйткені күріш, өйткені пшонка, өйткені гречка, олардың бәрі адамға пайдалы. Аса керек. Иә, сен айтқың келеді, басқа тағамды салса болар еді деп. Былай айтқанда хотя бы несін, мөлшерін бір кішкене салмағын қосып, білмеймін. Мынау жарайды, иә? Мынау таңғы асқа бір адамға мынау мүмкін болатын шығар. Енді кешкі асқа салыстырып. Осылай, ойласайшы. Иә, жарайды, мынау жай нан ғой. Мынау мысалы мен ойымша шын мынау түскі асқа аз. Бір сарбазға біреу ғана шынығып жүрген, күнде жүгіріп жүрген сарбазға бұл аз. Барған сайын азайып бара жатқан сияқты. Иә. Кешкі ас осындай, білмеймін, мүмкін. Бірақ айтады ғой диетологтар, кешке тамақты көп жемеңдер деп. Мүмкін соны ескеріп істеген шығар. Мүмкін біздің қарулы күштеріміздегі диетологтар көп жұмыс істейді десене. Міне ішінде күріш, ет. Енді кәдімгі күріш, кәдімгі ет. Бисмилля деп дәмін көрейік. Мен білмеймін, бір шай бір ерекше болатын шығар деп. Жабық упаковканы көрген кезде ішінде бір шоколад жатыр ма деп ойласам, білмеймін қай бір Айға шоколад қайда? Шоколад болған жоқ, болған жоқ. Қазақстанда шоколад болмай ма? Ол басқа менюларда. Мынау мен ойымша упрощенный меню ғой деймін осы. Сәтіміз сол түсті. Қанттар осындай. Қарулы күштердің нелері. Әйтеуір дизайнды әдемілеп істеген. Міне мына жаңа көрген жоқ ма? Мына шайлар. Міне осындай. Шай, екеуі де бірдей, екеуі де пиала. Галет. Кешкі астан шыққан галет анда. Иә. Және павила. Блин, хотя бы павиланы көрейік, мүмкін павила басқанда. Алма павиласы да сондай. Дәл сондай ғой. Иә, бірақ енді қантты аямаған бар ғой. Аямаған вообще қант. Өте көп қант. Бірақ не шыны керек, дизайны өте жақсы. Иә, дизайн банкалардың, галеттердің сыртындағы нелердің бәрі дизайн бірдей. Енді өткендегідей құстыратын нәрсе болған жоқ. Иә, сол жақсы. Иә, бір жақсысы, бір үлкен рахмет өз. Ана недегі тыныш қана жеп отырасың. ақштағы недегі сияқты, хотя бы бірақ ана жоқ, жеңгез бірақ мен ойымша бар ғой кетіп қалды. Ақштың тамағы. Же жұтасың и аласың мысалы мұнда галетте түк жаман жоқ. Естеріңде ме қандай ана галет не болды? Галет емес, нелерде, печенькаларда. Өте жаман болды. Кішкентай кренделер құстыратын. Иә, сөздің ішінде, бірақ мен ойымша ол жерде просто ол жерде былай айтқанда срогы шығып кеткен болған. Міне достар, енді сіздердің өте асыға күткен әскери тағамды аштық біз. Сол үшін лайктарыңызды толтырып отырыңыз, алдында айтқандағыдай осындай тоқтамыз. Қанша қант сияқты, сол сонша лайк болсын. Бада көбірек жинаңдар. Одан кейін көбірек лайк болса, міндетті түрде осындай топтамымыз жалғастырып, әрдайым осындай керемет тағамдар, мүмкін болашақта осы топтаманы үлкейтетін де шығармыз, түрлі басқандай заттарды істеп, ал құпия, оны әлі де көре жатарсыз достар, оны. Сондықтан міндетті түрде арнамызға жазылыңыз. Кім бірінші рет көріп отырса, міндетті түрде арнамызға жазылыңыз. Біздің арнада өте көп қызықты заттар бар. Не өзіңіз де білетіндей, біздің барлық әлеуметтік желілердегі парақшаларымызға сілтемелер видеоның сипаттамасында және бірінші комментарийде болады. Оны барлығы жатқа білет. Біздің Instagram, біздің ВКонтакте тобымыз, барлық жерде біз әрдайым белсенділік танытып отырамыз. Қай жерге жазылмасаңыз, әрдайым керемет контентке тап боласыз. Сондықтан барлық жерге жазылып, әрдайым бізбен бірге болыңыз. Сізбен болған Puzzle Life арнасы. Менің есімім Әділ.
Али. Алмас. Бүгінге осы пазлға жазыл.